Баршаңызға қайырлы күн. 4 қана заттан өте қолжетімді десерт дайындайтын боламыз. Егер менің арнама жаңадан келіп жатқан көрерменім болсаңыз, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Мен бұл рецепті бір арнадан көріп, жасап көріп едім, өте қатты өзіме ұнап қалды. Сол рецепті сіздерге бөлісе кетейін. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. 2 дана банан қажет болады. Шанышқымен немесе мен сияқты езіп аласыздар, жақсылап. Және үстінен 300 грамм қаймақ қосамыз. Қаймақтың проценті 20%-тен жоғары болу керек. Және де сгущенка қосамыз. Сгущенканың барынша сапалы түрін алыңыздар. Осы 3 желаниянкін пайдалансаңыздар болады. Бұл қою әрі дәмді болады. Және де үстінен үгітілген жаңғақты қосып жібердім. Негізі бұны қосу міндетті емес. Егер де ұнатпасаңыз, қоспасаңыз да болады. Бірақ қоссаңыз да дәм әдемі болып шығады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі массаға енгенше біздің десертіміз дайын болды. Дайын болған соң өзіңіздің ұнаған әдемі ыдысыңызға салып, бетін өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрлесеңіз болады. Мен бұл жерде фисташковый ұн мен вафельный крошкиді сеуіп жібердім. Және де өзіңіздің ұнаған әдемі ыдысыңызға салып, қонақтарға ұсына берсеңіз болады. Үй жағдайында сіздер де жасап көрсеңіздер болады.